Женерке Сағымжан министрліктің осы аптадағы айтулы жаңалықтармен таныстыратын боламын. Казиндастри Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы өнеркәсібінің кәсіпорындарының өкілдері мен топ менеджерлері үшін цифрлық трансформация және индустрия 4.0 бағыты бойынша тегін оқыту вебинарларының сериясын бастады. Вебинарлар барысында халықаралық және отандық компаниялардың өкілдері өндірістік ортаға цифрлық шешімдерді енгізу тәжірибесімен бөлісіп, сәтті кейстер және нәтижелермен бөліседі. Ашық сағат алаңында еліміздегі автокөлік жолдарына қысқа маусымға дайындығына арналған жиын өтті. Zoom платформасында ұйымдастырылған. Басқосуға автомобиль жолдары комитетінің төрағасы Төлеген Абдуллин, Қазавтожол, Қазавтожол басшылары, тәуелсіз сарапшылары мен жүк және жолаушылар тасымалдаушы компаниялардың өкілдері қатысты. Бүгінгі таңда Маңғыстау облысында автокөлік жолдар саласындағы 12 жоба іске асырылуда. Жол жөндеу жұмыстары жалпы ұзындығы 181 шақырымды құрайтын өңірдегі жергілікті маңызы бар жолдарда жүргізілуде. Оның 11 шақырымы орташа, ал 170 шақырымы күрделі жөндеуді қамтиды. Атап айтқанда Ақтау-Форт Шевченко бағытындағы жол желісінің 18 шақырымында асфальт жабынның 2 қабаты және 6 шақырымда жолдың төменгі қабаты төсеу жұмыстары іске асырылды. Ашық сағат алаңындағы кезекті жиын отандық авиация саласындағы маңызды мәселелерге арналды. Қазақстандық әуе компаниялары мен азаматтық авиация академиясының өкілдерінің қатысуымен өткен басқосуда саланың кадрлық әлеуметін арттыру таразыланды. Zoom платформасында ұйымдастырылған жиынға азаматтық авиация комитетінің төрағасы, оның орынбасары Ардақ Өтепов төрағалық жасады. Ресми мәліметтерге сүйенер болса, қазіргі күнде еліміздің азаматтық авиация саласында 20 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Қазақстандық әуе тасымалына бизнес-класстағы орындары бар жаңа борт қосылды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды. Ведомство басшысының айтуынша, бүгінгі таңда әуе көлігіндегі жолаушылардың ағынының күрт өсуі байқалады. Осылайша Скат әуе компаниясының флоты дәл бүгін жаңа бортпен толықтырылды. 174 мың орындық Boeing 737 MAX 8 заманауи ұшағында бизнес-класстағы орындарда қарастырылған. Қыркүйек айының ортасына дейін компания тағы 4 Boeing әуе кемесін сатып алмақ. Жалпы аталған авиакомпанияның флоты 27 ұшаққа дейін ұлғайтылады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Эйр Астана әуе компаниясының президенті Питер Фостермен кездесті. Кездесу барысында ведомство басшысы авиакомпания президентіне жаңа әуе кемелерін жеткізу рәсімдерін жеделдету тапсырып, рейстердің кешігуі кезінде жолаушылардың құқықтарын түсіндіру жұмыстарын күшейту жөнінде нақты тапсырмалар берді. Аталған тақырып төңірегінде толық ақпаратты министрдің Instagram және Telegram парақшаларынан оқи аласыздар. Астана жаңа қала арнайы экономикалық аумағының нөмірі 1 индустриялық паркінің аумағында оттан қорғайтын және басқа да лак бояуын өнімін шығаратын жаңа зауыт есігін айқара ашты. Өндіріс орнының салтанатты ашылу рәсіміне индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Марат Қарабаев қатысты. Зауытта металл, бетон және темірбетон конструкцияларын коррозиядан және оттың әсерінен қорғауға арналған өнімдер шығарылатын болады. Министрлікте осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.